Түркияда қазақстандықтар зардап шеккендерге 34 миллион теңге жинады. Түркияда тұратын қазақстандықтар жойқын зілзаладан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 25 миллион теңгеден астам қаражат жинады. Біз кеше ақша жинауды бастадық, түнге дейін 25 миллион теңге жиналды. Бірден супермаркетке барып, осы қаражатқа азық-түлік пен қажетті заттарды сатып алдық. Бәрін жүк көлігіне тиеп, Кахраман-Мараш қаласына жібердік. Қаражат жинау дереу жабылды. Алайда бей-жай қарамайтын азаматтар қаражат жіберуін тоқтатпады. Осылайша тағы 9 миллион теңге жиналды. Оған балалар тамағын сатып алуды жоспарлап отырмыз, дейді Шаңырақ мейрамханасының иесі Данияр Иманбеков. Бұл көмекті ұйымдастыруды белгілі айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева ұсынған. Оларға Стамбулдағы Қазақстан Республикасының бас консулдығының қызметкерлері де көмектескен. Естеріңізге сала кетсек, соңғы мәліметтер бойынша елде зілзаладан қаза тапқандар саны 7108-ге, жараланғандар 40910 адамға жетті.